Әлібек Асқаров. Қиғаш хикаясы. Әңгіме. Қазан айының бас еді. Колхоз мулы жерді сағалап, сулы жерді жағалап, ала жаздай шапқан шөбін біртіндеп қораға тасып жатқан кез. Ертеде бұл маңай аумақты арал болатын. Жаз шыға оған кірер кеңірдектей, тар қалтаны белуардан су асып кететін. Су басса да жолдың сорабын жатқа білетін әккі тракторшылар оны елең қылмаушы еді. Олар жер-көкке көлкіген көлден де жол тауып, төтесінен салып, арсы-күрсі өте шығатын. Қазір ондай мол су қайда? Жер дүниенің аңқасы кеуіп, әжімделіп құрғап барады емес пе? Қалай десек те, осы бір жабайы аралдың жон арқасы жылмиғаны жазық. Шүйгіні мол, қоғалы қорысты. Күзгі қарабалас сабасына түсіп, саябыр тапқан бұл күндері сонда түртіндектеп 4-5 тракторшы ғана жүр. Шөп тасып жүрген 4 тракторшы жаңбырды сылтауратып қас қарая қайқайып ауылға кеткен. Аралдағы 5-ші адам Нариман, механик еді. Трактордың біреуі сынып, соның ақауын жүндемекке қоста қарайып, жалғыз сол қалған болатын. Нариман тракторшы ағалары кеткен соң, іңір ала кеуімде бергідегі айрыққа шығып, бұрыстағы атаудың ығына 4 құлаштық тұр көз ау салып қайтқан еді. Таңертең көзін тырнап ашқан бойда қайыққа отырып, кешегі өзі құрған ауды қарауға шықты. Аудың құлағын саумалап тартып, асықпай жинап жатыр еді. Арғы шеттегі нарқамыстың қалың жынысы жайқала қозғалғанын көз қиығымен байқап қалды. Алдымен өзен бетіндегі ала тұман астарынан әлдебір қара қайықтың қайқы тұмсығы көрінді. Ол баяу ағыспен дария бетінде салқындыдай сырғи жылжып келе жатты. Қайық үстінде күләпарасын басына милықтата киіп, жылтыраған жарғақ сулық жамылған жадау біреу отыр. Тас мүсін сияқты. Қыбыр етпейді. Шоқиып қатып қалыпты. Мылтығы белден бүктеліп, қасындағы көлденең орындықта асылып жатыр. Сулықтың ішкі жағында қынай буынған патрона жалтырайды. Қайық түбінде бастары қылжиған бірер көк мойын сарала үйрек байқалды. Бұл оқыс көрініске Нариман күдіктене қарады. Мынау ара тоңқима тұйық еді. Теңіздің тамағына тақау мақау шет. Бұлайғы бейсуат адам жүрмейтін ұры түкпір. Іргедегі етілден қиырға тартқан Қиғаш өзенінің жоғарғы енінде Ресейдің аңшылық шаруашылығы бартын. Мына жұмбақ жан таң қараңғысынан үйрек атуға шыққан сол мекеменің көп аңшысының бірі болдау тегі. Бойым болмашы үрей билесе де қайтер екен деген әуес қойлықпен бірер мезет қадала қарап қалды. Байқайды, қайықтағы шоқиған жанда тіпті тіршіліктің белгісі жоқ. Омалып отырған күйі өліп қалғаннан сау ма? Деп ендігі сәтте Нариман мазасы кетіп алаңдай бастады. Аудың қалған бөлігін апыл-ғұпыл жинады да жалма жан ескекке отырды. Жылжи есіп қара қайықпен қатарласа бере, сықырлатып ернеу тіреді. Шоқиған жан қайық шайқалғанда барып басын баяу көтерді. Көтерді де іле аузын басып булыға күркілдей жөтелді. Әйтеуір бойында жаны бар екен, тірі екен. Нариман сонысына қуанды. «Сынок, помоги!» деп қайықтағы бейбақ жағын әзер ашып қарлыға тіл қатты. Бет жүзі өлекседей көгіс тартқан, жанары лайсаң, көз маңайы қызыл жиектеніп мөлиіп қапты. Екі қайықты да жағалаудағы білеу қазыққа жібінен байлай бере ана кісіге көмекке ұмтылды. Өзі қарағайдай қапсағай, ересен ұзын бәлекен. Өндіршегі сорайып, орыннан үш ұмтылып азар тұрды. Нариман қарынан демеп, қолтығынан сүйеп, әлтек-тәлтек керелеңдетіп аңшыны үйге кіргізді. Алдымен басындағы күн қағарын, үстіндегі жарғақ сулығын шешті. Жаңбыр суы бүкіл киіміне өтіпті. Енді байқады. Аңшы дегені әукесі салбырап, жағы қабысқан, мыжырайған мосқал шал болып шықты. Суық өтіп, әруақтай бозарып кеткен кеспірі өзін одан әрмен қартайтып жібергендей. Аңшының орнына өлмелі шалды көргенде күдікшіл көңілі орнына түскендей болды. Осыларға не жорық? Кемпірінің қасында, жылы үйде жамбастап жатпас па? Деп бір ойлап қойды. Байқауынша бұл кісі түн асырып, адасқан ғаріпке ұқсаған. Қатты зардап шеккен, халі мүшкіл. Өң мен түстің арасындағы міскін жан. Мына құрғыр қолымда қылжиып қалып,
Бәлесіне қалармын деп, Нариман екі бөлменің арасында зыр жүгірді. Қайсы бір қиын жағдайға деп өзгелерден жасырып, ана бір жолы жалғыз шөлмекті орап шымқап, тапшаның астына жасырып қойған. Сол есіне түсіп, Нариман шөлмекті сылдырлатып суырып алды да, шөлпілдетіп қырыл стақанға толтыра арақ құйды. Сосын оны жайымен шалға ұсына бере, «Мынаны тез тартып жіберіңіз», деп бұйыра сөйледі. Шал үшін күйіп, көзін әзер ашты. Сексеуілдің семген бұтағына ұқсаған салалы саусақтары икемге көнбей дір-дір етті. «Бұл не, балам?» деп стақанға қарады. Жыпылықтап қасын көтерді. «Бұл кәдімгі арақ. Жақсы болады, ішіп жіберіңіз», деп Нариман дігірлей түсті. Жақсы болады дегенге ана кісі келіскендей басым болмашы езеді. Қолы қалтылдап, стақанды зордың күшімен аузына апарды. Тісі сақылдап, шаш алып қала жаздады. Өзі қатып семген көтерем, қабырғасын санап алуға болғандай қу сүйек, арық екен. Нариман оны кеудесіне дейін жалаңаштады да, төсекке екбеттей жатқызып, арқасына арақ жақты. Жаққан арақты арқасына шайып, асықпай алақанымен ұзақ ысқылады. Арқадан соң аударып кеудесін ысқылады. Білгенінше массаж жасады. Сөйтті де құндақтай орап, құрақ көрпемен төсекке бөлеп тастады. Жұмысшыларға деп өткен жексенбіде сойған қойдың құйрық майы түтінделіп шоланда ілулі тұрған. Сона келіп табаға шыжғырып ертті. Араға аздаған үзіліс салып, көрпені ашып, еріген сұйықпен шалдың кеудесі мен арқасын майлады. Май әбден сіңгенше алақанмен қайта-қайта ысқылаумен болды. Жазған шал әбден титықтаған екен. Жаңағы айғыр стақан арақ та буын-буына түсіп кетті ме, өн бойы қорғасындай балқып, былық-сылық болды да қалды. Қалай төңгерсең де дым сезер емес. Кескен теректей серейіп, қалың ұйқыға кеткен. Маңдайына алақанын басып көріп еді, аздаған ыстығы бары байқалды. Құлағын төсеп өкпесін тыңдады. Шүкір, бөтен сұрылы жоқ, қабынудан аман тәрізді. Күн жылына трактормен айналыссам деп еді, трактор ғана емес, шарқайлы шаруаның бәрі адыра қалды. Ендігі ойы жайсыз уақытта жаңылып жүрген мұна мүсәпірді аман алып қалу. Алдымен кастрөлге су құйып, оны бұрқ-сұрқ қайнатты. Сыртына майы шыққан сап-сары сазанның бірінің қабыршығын ашып, шек қарнын тазалап, шылт еткізіп қайнаған суға тастады. Балықтың көзі ағарып піскен шақта оны шайлап сүзіп алды да, орнына шикі сазанның тағы біреуін тоғытты. Піскен кезде оны да сүзіп, бұлай алып қойды. Сосын қайнаған сорпаға үшінші балықты тастап жіберді. Кесектеп турап, үстіне бірер картоп салды. Дәм шығару үшін сорпа бетіне ұсақтап тұрылған жуан мен ащылы-тұщылы дәмдеуіштерді қоса септі. Тракторшылардың мұрындары тершіп, тамсана ішетін тройная уха дейтіні осы болатын. Тілді таңдайға жапсыратын дәмді тағам. Жеңсік ас. Көже атаулының көкесі. Сыртқа шығып, төңірекке көз жіберіп күн райын болжады. Түс әлде қашан ауып кетіпті. Жырымдалған сұр бұлттың арасынан күннің сұйқылт нұры өлеусіреп сығыраяды. Кешеден бері себелеген күздің салқын жаңбыры басылғадымен ауада әлі дымқыл сыз сезіледі. Нариман қайыра үйге кіріп, бейтаныс шалдың бейқұлақ халін бақылап біршама уақыт қасында қалшиып отырды. Құр сүлдері қалған бұл кісі бой жазып, бір уақ тамақ ішпесе, одан бетер әсірей бермек. Сондықтан балықтың ыстық сорпасын беріп, ар жағына ел қондырсам, күш жинатсам, емдетсем деген ниетте еді. Қария дәнеңе сезер емес. Күрік-күрік жөтеліп қойып, шала бауыздаған малдай қорылдап терең ұйқыда. Қашанғы күтеді? Қабатталған көрпелерді бір-бірлеп ашыды да, қарияны иығынан баяу қозғап оятты. Шал үй үшін көзімен қыдыра бір қарады да, тұнжырап еденге шұқшиды. Қайдан келіп, қайда тұрғанын білмей қиналған түрі бар. Орамалымен аузын басып, күркілдеп жөтеле береді. Нариман үстелді жылжытып, шалдың алдына зерең кесемен буы бұрқыраған ыстық сорпа қойды. Шал сорпаны ұрттап тауысып, ұзақ сұраптады. Бұлауға түскендей сүйсініп, тағы да маңдайынан шып-шып тер сорғалады. Керлей бергесін бе үстел басында ұзақ отыра алмады. Сүйегін сықырлатып тапшанға қайыра қисайды. «Балам, атың кім болады?» деп сұрады арадағы біраз үнсіздіктен соң. «Нариман,
Нариман Әрешев боламын. Механикпін. Шал қабағын түсіріп, біраз тоң-торыс қалды. Әбден қалжыраған. Жаңағы екі ауыз тіл қатқанға да діңкесі құрғандай. Мен балам қамыз ішінде үйрек аңдып отырып адасып кетіппін, деп күйзеле күрсінді. Атқан үйрегімді іздеймін деп, ағыспен ығып, тұрған жерімден жылыстап ұзап кетсем керек. Түні бойы жаңбыр астында қалып, қатты тоңдым. Сен кездеспегенде өліп қалғандай екем. Оныңыз рас. Нариман құптап басын шұлғыды. Еділдің ендей тарамдалған атырабы мың сан айрық, бытысқан қалың қамыс, жыныс тоғай. Қайық түгілі кеме жоғалса табылмайтынын Нариман жақсы білетін. Атың кім дедің? Нариман. Шығал дұға оқығандай ерін ұшынан Нарман, Нарман деп 3 мәрте қайталады да басын шайқады. Мен орыстың ыңғайына салып сені Николай десем қайтеді? Сен мен үшін Коля болсаңшы, деп сұрады. Өзіңіз біліңіз, деді Нариман. Ал мені Толятай десең болады. Толятай дейсіз бе? Жарайды. Әке шешең бар ма еді? Жоқ, балалар үйінде өстім. Менде де бала жоқ. Толятай үхіледі. Әлдене есіне түскендей көзін тас жұмып алды. Үйленіп пе едің? Деп сұрады артынша. Осы көктемде үйленгем. Жөн балам. Арадағы аз-кем үнсіздіктен соң Толятай жастықтан басын көтеріп, Нариманның қолын алып кеудесіне басты. Коленька, деді тебіреніп. Мен айдалада атаусыз өліп қалғандай болсам, айыққа сұятқа қалып, ел жұрттың алдында үлкен шу болар еді. Сен мені зор қатерден құтқарып қалдың. Енді сен менің балам боласың. Балам боласың дейсіз бе? Нариманның ерні қайыстай керілді. Астраханның адасып жүрген атасы бөтен аңсағайдай мұжығына бала болғысы жоқ еді. Бірақ бұл кісінің енді өңі кіріп, оңала бастағанын ойлады да, көңілін жыққысы келмей жауабын жұтып қойды. Қандай оқу бітірдің? Сельхоз техникум, Астрахань қаласындағы. Жөн балам, жөн. Нариман атайды көрпемен қымтап жауып, пештің оттығындағы күлді тазалап, қолын жүре сүртіп далаға шығып кетті. Содан кешке дейін трактордың ақауын жөндеумен арпалысты. Кеш түссе комбинезонын шешіп, қолын жуып, үйге кірсе, Толя атай арқасын пешке қақтап, қол қусырып, бергі шоландап отыр екен. Ұзын мойнын ырғап қойып, езу тартып күлген болады. Қайық табанында бірер үйрек жатқанын, реті келсе солардың бірін асып, тамақ жасауын қиылып сұрады. Әрине, сөз бар ма? Нариман лып беріп, қайық табанындағы үйректерді мойнынан тізіп алып келді. 4 екен. Біреуін ыстық суға салды да, жүнін бұрқыратып тазалап, кешкі тамақ қамына кірісті. Бабында піскен үйрек етінен талмап, тарамдап дәм татқаны болмаса, атайдың тәбеті оған да оншалықты тарта қоймады. Алыстық сорпаның бір кесесін сұраптап ұзаққа созды. Сорпадан соң Наримандан қайта-қайта кешірім сұрап, орнына қайыра жантайды да тас бүркеніп жатып қалды. Атай ұйықтаған соңда Нариман қараңғы үйді күзетіп, біразға дейін отыра берген. Соңынан шолақ пешке бір шелек көмірді толтыра салып, өзі де босағадағы тапшанға киімшең қисая кетті. Таң бозынан мотор дауысын естіп, күртесін жамылып сыртқа шыққан. Дарылдаған дарақы қайықтың біріме деп еді, қыт-қыттаған катер екен. Катер күнге қалтарыстағы ықтасын қолтықтан емес, теріс қағыс тұстан. Қарсыдағы ақжол толқын сапырған шалқар жақтан көрінді. Сонадайдан боздата сигнал беріп, айдындай келді де күрік-күрік жөтеліп барып, Түйетайлау жағаның май батпағын тұмсығымен сүзе тоқтады. Жағалау батпақ екен демеді. Ыршып-ыршып 4 жігіт жерге түсті. Түрлері өрт сөндіргендей, әлденеге қатта бір жолы. Нариман бұлардың біреу қоғандай суыт жүрісінен бір түрлі секем алып қалған. Араларындағы қорық инспекторы формасындағы тайпиген домалақ қазағы болмаса, қалған үшеуінің киім киістері бөтен. Бұл маңайдың қауметіне ұқсамайды. Шаштарын таранып, өкшесіне қаранған қалалық тасыраң біреулер. Іштеріндегі бітеу мойын таю көздей біреуі, аман саулық жоқ, тепсініп Нариманның қасына жетіп келді. «Мы ищем одного уважаемого человека», деді орысша саңқылдап. «Высокого роста», деп сұқ саусағын шошайта көтеріп, ауада 2 рет ерді. Нариманның жон арқасынан аяз жүгіріп өткендей болды. Бұлар
Үйімдасқан топ болды-ау, деп секемденді. Қалай болғанда да бойын тез жинап, қораздана қоқиланған бұл жігітке шырай бермей, үніне барынша салмақ сала сөйледі. «Уважаемый, неуважаемый, я не знаю, но один дряхлый старик дома лежит», деп жауап берді де иегімен үй жақты нұсқады. Жауапты естіген бойда төртеуінің екеуі үйге қарай борсаңдай жөнелді. Қорықшы мен тағы біреуі Нариманды аңдып, тықыршып оның жанында тұрып қалысты. Қорық инспекторы уважаемый деген кісіні 2 күннен бері су бойында сабылып іздеп жүргендерін, күндіз түні ұйқы жоқ, таба алмай, бос сандалғандарын шағынғандай боп сарнап жатыр. Үйрек аңдытып, әдейі қойып кеткен жерден неге екені белгісіз ана кісі сан тарам бұрылыстың біріне жылыстап жылжып кетіпті. Содан қара басып, бұл бейбақтар уважаемыйдан мүлде көз жасып қалса керек. Қорықшының ұсқыны былайғы бас бұзар тентекке ұқсамаған. Ауылдың қой аузынан шөп алмас момақан қазағына келеді. Сонысын байқап, Нариман оның сөзіне үнсіз иланғандай болды. Келесі бір мезетте қорықшы терістік жағалауда жамбастап жатқан қайқы тұмсық қара қайықты көзі шалып, жерден 7 қоян тапқандай қуанып кетті. Әне біздің қайық, соның дәп өзі, деп аяғымен тепсініп дауыстап жіберді. Қасындағы күдірейген қалалық жігіт ыржалаңдаған қорықшының бей баламына иланбаған секілді тапыраңдап қайыққа ұмтылды. Барды да алақанмен сипалап түркілеп қайықты бір айналып шықты. Сол бойда үйге қарай желе жүгірді. Қорықшы да оның соңынан емпеңдеп бір келесті. Далада состиып жалғыз тұра бергенге ыңғайсызданып, арада бірер минуттан соң Нариманда есікті сықырлата ашып үйге кірген. 4 жігіт беті қолын шайып, орамалмен сүртініп жатқан Толя атайдың маңайында үймелеп, тар шоланда шиыршық атысып жүр. Қайта-қайта кешірім сұрап, ұятқа қалғандарын айтып, жалпылдап-ақ жатыр. Кеше таңертең Астраханнан арнайы тікұшақ шақыртыпты. Бірақ ол құрғыры жаңбырда жете алмай, енді шықтық деп, бүгін таңертең ғана хабар беріпті. Егер атай табылмағанда, бүгін бұлар сол тікұшақпен төбеден іздеу салмақшы болған екен. «Анатолий Петрович, сіз дереу қалаға барып, дәрігерге көрінуіңіз керек», деп бағанағы бітеу мойын шалпылдап еді. Толя атай келіспегендей басын шайқады. «Ол жаққа барармыз, бірақ менің кешелі бергі дәрігерім мына жігіт», деп қасын керіп мейірлене жымиды. «Танысып қойыңдар, аты Николай болады». Атай не айтса да аузына кіріп кетердей боп тұрған жігіттер жаңа көргендей Нариманға таңырқай қарасты. Миықтарында кежір күлкі ойнап, атайдың жаңағы сөзін әзілге балаған түрлері бар. «Дұрыс қой», деді бітеу мойын күйбежектеп. «Айтқаныңызға құлдық, Анатолий Петрович. Бірақ мына сасық лашықтан тездетіп кетейікші». «Бұл лашық саған сасық емес». Толя атай қабағын кіртитіп, мұрнының астынан күңк етті. Жөткірініп еді, оның соңы булыққан жөтелге жалғасты. Орамалымен бет аузын бұрап сүртті де, «Бұл жер маған құтты мекен болды», деді. «Осы лашық болмағанда, мына Николай болмағанда, сіздер мені бүгін тірідей көрмес едіңіздер». Төртеуінің көздері оттай жанып, тағы да Нариманға назар шаншыды. Атайдың сөзінің әзіл еместігі енді ғана миларына жеткендей. Жәмпен қағып, Нариманға кезек-кезек қол ұсынып, бастарын есесіп, рахмет айтысып жатыр. Атай тоқыма қалпағын басына кие беріп, қалбалақтаған ұзын жігітке: «Валентин, сен мына Николайдың мекен-жайын түгел жазып ал», деп бір тапсырып өтті. Валентин дегені жіптіктей жұтынған біреу екен. Басын ұршықша бұлтаңдатты да Нариманды сыртқа жетелей жөнелді. Жеке шығарып, тәпіштеп отырып, аты жөнін, жұмыс орнын, мекен-жайын қойын дәптеріне мұқият түсіріп алды. Артынша Толя атайды қаумалаған үшеуі де дабырлай сөйлесіп сыртқа шыққан. Қазір катерге отырып, қонақ үйге жеткен бойда тікұшақпен дереу қалаға аттанбақшы боп келісті. Қара қайықты бұл жерден кейінірек алып кетпекші болды. Атай қоштасарда Нариманның қолын қысып, ұзақ ұстап тұрды. Ризашылығын білдіріп, жүректен шыққан жылы сөздерін айтты. «Балам, ендігі қалған ғұмырда біз екеуміз бірге боламыз. Осыны ұмытпа», деп елжіреді. Туған ұлындай еркелетіп арқасынан қақты. Еңкейіп, маңдайынан иіскеді. Сөйтті де жайлап басып, катерге көтерілді.
Нариманың содан кейінгі өмірі тура ертегідей болды. Мерейі тасып, жас өмірі өрге домалады. Ауыл арасында Нариман тіпті де жетім емес екен, туған әкесі табылыпты деген дақпырт желдей есті. Алдымен арада ай өткенде ол Саратов қаласындағы ауыл шаруашылығы институты ректорынан арнайы шақырту қағазын алған. Ректор нағашысы емес, бұл оның жиені емес еді. Содан ба бұл шақырту ашық күнде аспаннан тас құлағандай жаңғырып, ойдағы мен қырдағының баршасын аң-таң етті. Дәнеңеңе түсінбесе де артын жақсылыққа жорып, Нариман Саратов қайдасың деп, соңына жалтақ-жалтақ қарап кете барды. Қызықтың басы сол шалғайдағы Саратовтан басталды. Техникумды қызыл дипломға бітіргені зор демеу болып, ректормен қысқа әңгімеден соң институттың механика факультетіне сырттай оқуға қабылданды. 10 күндей установочный дейтін арнайы курсын өткен бойда қуанышы қойнына симай, алақайлап ауылға қайтты. Ол қуаныштың қызығы басылмай жатып, жаңа жылдың басында Астрахань қаласындағы сельхозтехника дейтін алпауыт мекемеге қызметке шақырылды. Артынша қала шетінен 3 бөлмелі пәтердің кілті қолына тиді. Ақпан айының соңына қарай келіншегі Әсема екеуі буынып түйініп, міне қызық, пойыз емес, автобус емес, әскери ұшақпен Мәскеуге аттанды. Бұларды шақыртқан өткен күзде Қиғаш өзенінде кездестірген Толя-ата екен. Мерей жасқа толыпты. Сол тойға Нарима мен келіннің келіп, қуанышын бөліскенін қалапты. Толя-атайдың бәйбішесі жасы ұлғайғанына қарамастан ажарын бере қоймаған. Мінезі жұмсақ, мейірбан жан екен. Нариманды да, келіншегін де, ботада елпілдеп жақын тартып, әңгімеге үйіріп, ежелгі таныстардай-ақ баурап әкеткен. Мерейтойдың үлкені көктемге қалыпты да, бұл күні тілеуі бір, тілегі ортақ бір топ замандастары атайдың Мәскеу түбіндегі оңаша саяжайында бас қосыпты. Бәрі де тетелес үзеңгі достар, жөн білетін бірөңкей сырлы зерең, қазыналы қариялар екен. Көкеге қонатын көрікті әзіл, көшелі әңгіме айтысып отырды. Нариман оларды сырттан бақылап, құлақ қойып қызықтап, өзге бөлмеде жүрген. Қариялардың әңгімесінің бірін ұқса, бірін ұқпай, аузын ашып таңданумен болды. Диманы күтейік, Диманы. Қызметі ауыр ғой, кешігіп жатқан болар, деп кешті бастамай Толя-атай әлде бір досын сағатқа жуық күттірді. Ақыры әлгі айтқан Дима деген досы да келді. Нариман алтын оқалы погон, сарала киімді әскери адамды есіктен кірген бетте тани кеткен. Армияда жүргенде Ленин бөлмесінде бұл кісінің үлкен суреті ілулі тұратын. КСРО қорғаныс министрі, Кеңес одағының маршалы Дмитрий Устинов екен. Нариман онсыз да еденіне дейін мұздай жалтыраған мына сәулетті бөлмелерде өзін қоярға жер таппай, қолайсыз күйде жүргенді. Үйге алшаң басып, маршал кіріп келген соң өзін арыстанның апанына тап болған қояндай сезінді. Офицер демесең, әскерде жүргенде тірі генералды көрмеген қатардағы солдат еді. Енді мінеки, маршалмен дастархандас болғанына көңілі құрғыр сенер емес. Сенбейін десе, шыққыр көзі оттай жайнап бәрін көріп біліп отыр. Қиғаштағы баяғы шүмекпет көтерем шал осындай құдіретті кісі деп кім ойлаған? Аузы дуалы, сөзі уәлі марғасқаның нағыз өсі екен. Саяси бюроның мүшесі, маршалды дос қылған жойпаң басты екен ғой. Нариман Толя-атайға қазір көргендей қайта-қайта жаутаңдаумен болды. Дастархан басына жайғасқан кезде Толя-атай Нариманды: «Менің Николай деген ұлым осы», деп мақтанышпен таныстырып өтті. Ұлым осы дегеніне қарағанда, бұл ескі достары Нариман жөнінде бұрындан хабардар ма, әлде бекзат мәдениеттіліктің белгісі ме, бет жүзін күн қаққан қазақтың қара баласына таңданған да, сұрақ қойып сұқтанған да ешкім болмады. Осы кештен кейінде келіншек екеуі атайдың саяжайында бой үйретіп, бауыр басып, апта бойы жатып қалды. Мәскеуден елге қайтарында атай Нариманға жаңа үйдің көрімдігі ретінде ресімдеп, сақтық кітапшасын сыйға тартқан. Алмаймын деп безек қақса да қоймады. Үй ішіне қажетті керек жарақ, жарқыратып жиһаз алуын Әсема келінге тапсырды. Сол жаста іңгәләп өмірге келген Нариманның тұңғышының есімін Толя-атай өзі қойды. Немересінің құрметіне атай жас отбасына жұтынып тұрған көгілдір
Волга автокөлігін тарту етті. Нариман содан кейін де Мәскеуге әр жыл сайын барып тұрды. Толятайдың Ақсарайдай кең саяжайында бала-шағасымен аунап-қунап, жаз бойы демалып қайтып жүрді. Осы алғаусыз көңіл, селкеусіз ниет Толятай 90-ның біріне жетіп, өмірден өткенге дейін 18 жыл бойына жалғасқан еді. Қазақ жігітіне үлкен жүрекпен шынайы ықылас ауып, туған ұлындай бауырына тартқан, риясыз әкелік қамқорлық жасаған бұл кісі кім екен деп тағатсыздана күтіп отырған шығарсыздар. Айтайық. Ол кісінің аты жөні Анатолий Петрович Александров болатын. Кеңес одағы қорғаныс саласының аса ірі маманы, отандық ядролық энергетиканың іргетасын қалаушы, айтулы ғалым. 3 мәрте социалистік еңбек ері, Лениндік сыйлықтың, 4 мәрте мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, КСРО ғылым академиясының президенті, академик Александров. Әңгіменің соңы. Арнаға тіркеліп, лүпіл баса кетуді де ұмытпаңыз.